Қайырлы таң. Аты жөнім Елжас Ертайұлы. Бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығының құрушысы әрі кеңесшісімін. Жұбайымды танығым келеді атты айдармен басталған аудио және видео кеңестеріміздің екінші санын назарларыңызға ұсынамын. Ертеде ер адамдар Марста, әйел адамдар Венерада өмір сүріпті. Олар өздерінің планеталарында өте бақытты өмір сүрген екен. Бір күні Марстағы ер телескоппен басқа планеталарды тамашалап жатқан кезде көзі бірден Венерадағы қызға түседі. Оны жақсы көріп қалады және өзінің астрономиядағы көлігіне мініп Марстан Венераға жол тартады. Венераға барып, ол жердегі қызбен танысып, олар екеуі бірге отбасы құруға шешім қабылдайды. Осылайша олар отбасы құрып, бақытты өмір сүріп жатады. Бір күні екеуі мынандай бір шешімге келеді. Екеуі бірге жерге бармақ болады. Осылайша көліктеріне мініп, екеуі жерге келіп орналасады. Жерде өздерінің өзге планетадан екендіктерін ескере отырып, яғни өзгешеліктерін ескере отырып өмір сүріп жүрген кездерінде бақытты өмір сүріп жүреді. Бірақ бір күні таңертең оянған кезінде өздерінің жаңағы жадыларындағы кейбір нәрселерді ұмытып, бір-бірінен өзгеше екендігін естерінен шығарып алады. Осы сәттен бастап ер мен әйелдің арасындағы түсініспеушіліктер, бір-біріне деген реніштер, кейбір ұрыс-керістер туындай бастайды. Негізінен олар отбасы құрған кезде кезіндегі ата-аналары жасаған қателіктерді жасамау, өте бақытты өмір сүру, бір-бірімен тату өмір сүру деген секілді армандар болады. Бірақ отбасы құрғаннан кейін жаңағы өзгешеліктерді ескермегендіктен түсініспеушіліктер, реніштер туындап жатады. Бұл реніштер кейін ұсақ-түйек ұрыс-керіске, соңы бір-біріне деген суықтыққа, тіпті бір-бірінің бөтеніне айналуға алып барып жатады. Негізінен әлемде қарайтын болсақ, күн сайын миллиондаған адам өзінің махаббатын іздеп, жақсы көретін қызын немесе жігітін іздеп жүреді. Олардың жартысы делік өздерінің жақсы көретін махаббатын тапты делік. Ал сол тапқандардың жартысы ғана ертең отбасы құруға дейін бірге бара алады. Қалған жартысы отбасы құруға дейін өмірлері жетпей, бір-бірімен ренжісіп, ерте ажырап жатады. Отбасы құрғандардың да белгілі бір бөлігі отбасы өмірін соңына дейін жеткізе алмай, ажырасумен өмірлерін аяқтап жатады. Ал бірге тұрып жатқан жұптардың жартысын бақытты деп айту өте қиын. Олар бірге өмір сүріп жатыр, бірақ та өздерін бақыттымыз деп санай алмайды деп ойлаймыз. Олар бірге тұруының ең басты себебі балаларын ойлағандықтан, немесе елден ұят болады, немесе өзінің жұбына жаны ашығандықтан, немесе өзін қарыздар сезінгендіктен, немесе ажырасқаннан кейінгі алдынан шығатын қиыншылықтарға төтеп бере алмаймын деп қорыққандықтан, әйтеуір бірге өмір сүріп жатады. Қалған жартысы ғана отбасы өмірінде бақытты өмір сүріп жатыр деуге болады. Ал олардың бақытты өмір сүруінің ең басты құпиясы, сыры, ол ерлі-зайыптылардың бір-бірінің өзгешелігін мойындап, бір-бірінің өзгеше екендігін біліп, және өзінің жұбайын сол қалпында қабылдай алуы деуге болады. Өзінің жұбайын сол қалпында қабылдап, оның өзгешеліктерін біле отырып әрекет жасаған кезде отбасының бақытты болу мүмкіндігі пайда болады. Сондықтан да біздің кеңесімізді осы бір кеңеспен аяқтағым келеді. Ерлі-зайыптылар бір-біріңіздің өзгешеліктеріңізді қабылдап, мойындап, және де соған сай әрекет жасауларыңыз керексіздер. Егер де өзгешеліктеріңізді білетін болсаңыздар, бір-біріңізді түсінуге тырысасыздар, және де болған оқиғаларды жеңіл қабылдап, оларға кешіріммен қабылдау мүмкіндігіне ие боласыздар. Егер де жұбайыңыздың өзіңізден өзгеше екендігін қабылдайтын болсаңыз, және соны түсінетін болсаңыз, қандай өзгешеліктері бар екенін біздің алдағы кеңестерімізде көре аласыздар. Келесі кеңестерімізді күтіп, ол кеңестерді көруді ұсынамын.
Келесі кеңестерімізде Марстағы өмір мен Венерадағы өмірдің өзгешелігі туралы әңгімелейтін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Егер біздің видео кеңестеріміз көңіліңізден шыққан болса, онда лүпіліңізді аямай, достарыңызбен бөлісіп, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Және де менің жеке YouTube каналыма жазылуды ұсынамын. Келесі сәрсенбі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.